Иерусалимді Израильдің астанасы деп тану туралы шешімге қарсы дауыс берген елдерге ақш қаржылай қолдау көрсетпейді. Бұл туралы Ақ үйде президент Дональд Трамп айтты деп хабарлайды Reuters. Ал атышулы шешімді қолдамайтын елдер аз емес. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі жиынында ақшты айыптайтын қарар үшін тіпті бұл елдің одақтастары да дауыс берді. Олар Ұлыбритания, Франция, Италия, Жапония мен Украина. Трамптың сөзінше, осылай еткен жағдайда Құрама Штаттар көп қаржыны үнемдейді. Айта кетейік, ақш ұйымға жарна төлейтін елдер арасында көшбасшы саналады, яғни Біріккен ұлттар ұйымы бюджет қаржысының 22% Құрама Штаттардың үлесінде. Иерусалимнің статусына қатысты қарарға дауыс беру бүгін өтеді. Бұл елдердің барлығы біздің ақшамызды алады. Және Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде Иерусалимге қатысты біздің шешімімізге қарсы шықпақ па? Мейлі солай ақ болсын. Есесіне біз мол қаржыны үнемдейміз.